Есіңізде болсын, өрттің алдын алу оны сөндіргеннен әлдеқайда жеңіл. Плита, үтік, жылытқыш секілді электр құрылғыларды қараусыз қалдырмаңыз. Бөлмеден немесе үйден шығарда барлық электр құралдарын сөндіріңіз. Розеткаларды шамадан тыс жүктемеңіз. Желі сүзгілерін қолданыңыз. Бір розеткаға бірнеше қуатты құрылғыны қоспаңыз. Өзіңіз жасаған электрлі жылытқыштарды және зақымдалған сымдарды қолданбаңыз. Тек сертификатталған құрылғыларды пайдаланыңыз және электр сымдарының жағдайын үнемі тексеріп тұрыңыз. Үйде балалар бар кезде сіріңкемен және шаммен ойнамаңыз. Сіріңке мен оттықта балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, ал жанып тұрған шамды қараусыз қалдырмаңыз. Пәтерде немесе балконда шылым шекпеңіз. Темекі тұқылын қоқыс жәшігіне тастамаңыз. Темекіні тек арнайы рұқсат етілген жерде шегіңіз және тұқылын толық өшіріңіз. Жылыту маусымы басталмас бұрын пеш жүйесінің дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Үйіңізге көмір қышқыл газының датчигін орнатыңыз. Ол сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Газ жағатын құрылғының жарамдылығын және тарту жүйесінің дұрыс екенін анықтаңыз. Жылыту маусымын бастамас бұрын газ қызметіне жүгініп, құрылғының жарамдылығын тексертіңіз. Фейерверк пен петарданы ғимараттар мен адамдардан алыс жерде, тек ашық алаңда нұсқаулыққа сай қолданыңыз. Түтін иісін сезсеңіз немесе жалынды байқасаңыз, асықпай, сабыр сақтаңыз. Оттың таралмауы үшін есікті жабыңыз және айналаңыздағы адамдарға көмектесіңіз. 101 немесе 112-ге қоңырау шалып, мекен жайды айтыңыз.